Ал жігіттер мына дозаторды егер машиналарыңыз бензин жеп кетсе және экология көрсетіп кетсе, значит бұл жерде дозаторды тазалау керек. Осы дозаторды тазалау үшін міндетті түрде автосервиске келіп керек жоқ. Оны үй жағдайда да тазалай беруге болады. Қиын ешқандай заты жоқ. Мен YouTube каналға арнайы бәрін салып қойдым. YouTube каналға өтіңіздер де от үйді қарап, өздеріңіз үйде де тазалай берсеңіздер болады. Қиын ешқандай нәрсе жоқ. Ал мына машинамды от алдырдық. Экологиялық норманы қойып жатырмыз. Қанша болу керек тағы да айтамын. Мына жер 0,25-тен асып кетсе, онда экопост жерге штраф салады. Осы жер 0,25-тен асып кетпеу керек. Экологиялық регулировканы біз қойып біттік. Енді бұл нәрсе дозаторларды қалай ремонттау керек. Мынау дозатордың регуляторы туралы кішкене түсініктеме беріп жіберейін. Мынаңыздар, сағат тілімен қосады, сағат тіліне қарама қарсы бензинді қысады, азайтады. Міне, бұл жерде қазір бензинді азайтамыз. Көрдіңіздер ме? Екілік шестигранник деп аталады. Осыдан қараңыздар, міне, азайтамыз. 10 минут көрдіңіздер ме? 10 минут азайттық. Көрдіңіздер ме? Сағат тіліне қарама қарсы. Осыны дұрыстап тұрып оқығаныңыздар, бұл жерде бензинді қатты расход болған жағдайда осыны кішкене азайтады. Бұны қандай жағдайда азайтады? Егер де мынау машиналерде дозатор тазалап болған кейін экологияны реттеу үшін осы датчиктен кішкене бензинді азайтады. Егер от алып тұрған кезде мына жерден азайтады. Көп сұрақ қояды. Қалай көбейтем, қалай азайтам дейді. Міне, мынау тұр шестигранник, міне сағат тілімен бұлай экология көбейеді, бензин көбейеді. Мына қараңыздар, енді сағат тіліне қарама қарсы бензин азаяды. Бұрған кезде осы жерден регулировка жасасаңыздар болады. Одан кейін экопост неше болу керек дейді. Мына қараңыздар, мынау CO процент деп тұр, мына CH бұл неге жауап береді? Мына CO деген бензиннің қаншалықты расход болып жатқанын көрсетеді. Мынау майға қатысты. Сондықтан осы мына CO экопост ұстаған кезде сіздерде әрқашан 0,25, мына ескі машиналерге жылдар жаңарған сайын 0,30 болады. Тіпті жаңағы 7 жылға дейінгі машиналарда вообще экопост мына жерде ұстаған кезде 0,10 болу керек. Енді мына жерде дозатордың регуляторын біз орнына қойып, тексеріп, қайтадан экологиясын бір тексеремін.